Сәлем достар, білім батыларына қош келдіңдер. Бірінші видео болғандықтан 6-шы сыныптың баласы білетін сұрақтарды қоямын. Әлемдегі ең ұзын өзен? Нил, Амазонка, Еділ, Янцзы. Нил өзені. Күн жүйесіндегі ең үлкен планета? Марс, Юпитер, Сатурн немесе Нептун. Әрине бұл Юпитер. Су қандай температурада қайнайды? 90 градуста, 95 градус, 100 градус, немесе 110 градуста. Әрине 100 градуста. Жердің табиғи серігі қалай аталады? Күн, ай, Марс, немесе шолпан. Әрине бұл ай. Электр шамын кеңінен қолдануға енгізген өнертапқыштың аты? Альберт Эйнштейн, Никола Тесла, Томас Эдисон, әлде Исаак Ньютон. Әрине бұл Томас Эдисон. Әлемдегі ең биік тау қалай аталады? Килиманджаро, Монблан, Эверест, әлде Эльбрус. Әрине Эверест. Гарри Поттер кітабының авторы кім? Стивен Кинг, Джоан Роулинг, Джордж Мартин, немесе Толкин. Дұрыс жауабы Джоан Роулинг. Оскар сыйлығы қай салада беріледі? А. Спорт, әдебиет, кино, немесе ғылым саласы. Әрине бұл кино саласы. Адам ағзасындағы ең үлкен мүше қалай аталады? Жүрек, ми, тері, немесе өкпе. Дұрыс жауабы тері. Қай жануар дала кемесі деп аталады? А. Жылқы, түйе, қой, немесе бұғы. Дұрыс жауабы түйе.
Бірінші дүниежүзілік соғыс қай жылы басталды? 1912, 1914, 1916 немесе 1918? Дұрыс жауабы 1914. Екінші дүниежүзілік соғыс қай жылы аяқталды? 1943, 1944, 1945 немесе 1946? Дұрыс жауабы 1945. Француз революциясы қай жылы басталды? 1776, 1789, 1804, 1812? (1789) ақш тәуелсіздігін қай жылы жариялады? 1776, 1789, 1815, 1861? Дұрыс жауабы 1776. Берлин қабырғасы қай жылы құлады? 1985, 1987, 1989 немесе 1991? Дұрыс жауабы 1989. Титаник кемесі қай жылы суға батты? 1905, 1912, 1918 немесе 1925? Дұрыс жауабы 1912. Атам алғаш рет айға қай жылы қонды? 1965, 1967, 1969 немесе 1971? Дұрыс жауабы 1969. Қай мемлекетте пирамидалар орналасқан? Мексика, Египет, Перу немесе Түркия? Әрине, бұл Египет. Орта ғасырларда қара өлім деп аталған індет қалай аталды? Тұмау, оба, шешек, холера? Оба ауруы. Қай империяны Шыңғыс хан құрды? Рим, Осман, Моңғол немесе Парсы? Дұрыс жауабы Моңғол империясы. Салыстырмалық теориясын кім ұсынды? Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Галилео Галилей
немесе Коперник? Дұрыс жауабы Альберт Эйнштейн. Мона Лиза картинасын кім салды? Ван Гог, Пикассо, Да Винчи немесе Микеланджело? Дұрыс жауабы Леонардо да Винчи. Әлемдегі ең үлкен мұхит қалай аталады? Атлант мұхиты, Үнді мұхиты, Тынық мұхиты немесе солтүстік мұзды мұхиты? Дұрыс жауабы Тынық мұхиты. Олимпиада ойындарының отаны қай ел? Италия, Грекия, Франция немесе Қытай? Әрине бұл Грекия. Интернет желісі алғаш қай елде пайда болды? Германия, ақш, Жапония, Ұлыбритания? Сауалға атымен жоқ қой ішінде. Әрине Америка құрама штаттары. Қай айда 28 күн бар? Ақпан, қаңтар, барлық айда немесе маусым? Барлық айда. Егер бүгін жұма болса, 3 күннен кейін қай күн болады? Сенбі, жексенбі, дүйсенбі немесе сейсенбі? Әрине дүйсенбі. Қай жануар ұшады, бірақ құс емес? Бүркіт, жарғанат, қарға немесе кептер? Әрине бұл жарқанат. Бір аптада неше күн бар? 5, 6, 7, 8. Айтпай ақ қойыңдар. Бір жылда 31 күн болатын айлар нешеу? 5, 6, 7, 8 ба? 8. Бір жылда 7 айда 31 күн болады. Давайте каналға жазылыңдар.